Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осы витамин D3, яғни iHerb сайтындағы осы витамин туралы айтпақшымын. Бұл витамин D3 туылғаннан бастап балаларға беруге болады. Ешқандай дәмі жоқ. Қасықпен немесе баланың аузына сразу тамызып жіберсеңіздер болады. Туылғаннан бастап 6 айға дейінгі балалар үшін тек бір ғана капляны бересіз. Мұнда қарап тұрсаңыздар, бір каплясында 400 единица бар. 6 айға дейінгі балаларға тек бір капля бересіздер. Ал 6 айдан 12 айға дейінгі, яғни 1 жасқа дейінгі балаларға бүгін 2 капля беретін болсаңыз, ертең 3 капля беріп, чередовать етіп бересіздер. Өйткені олардың D3-ді қабылдаудағы бір күндік дозасы 1000 единицаны құрау қажет. Ал 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалар үшін 4 каплядан берсеңіздер болады. Бірақ D3-ді аш қарынға бермеу